Сәлем достар, сіздерге бүгін осындай сочный етті және көкөніс қосылған бәліш пісіруді, пирог пісіруді көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бізге май керек. Майымыз бөлме температурасында жұмсақ май болу керек. Сметана, қаймақ. Және 2 жұмыртқа. Сонымен қатар 1 шай қасық сода қосуды ұмытпаңыздар. Мына жерге сода және кішкене ұн қосып, жұмсақ қамырды илеп аламыз. Біздің қамырымыз дайын. Осындай қамыр илейсіздер жұмсақ. Енді осы қамырды біраз уақытқа демалдырып қоямыз. Оған дейін пирогымыздың салмасын жасаймыз. Пирогтың салмасы да дайын болды. Бұл жерде менде тартылған ет, картошка, пияз, асқабақ, дәміне қарай тұз, бұрыш салынған. Ал сіздер салмасын өздеріңіздің қалауыңызша істесеңіздер болады. Қамырымыз біраз тұрып дайын болды. Енді осыны 2-ге бөлеміз. Біреуін кішірек, жартысын үлкенірек қылып. Үлкенірегі астына төселінеді жайылғаннан кейін. Кішірегі бетіне жабылады пирогымыздың. Біріншісін жайып, формамызға орналастырып алдық. Енді қазір салмамызды салып аламыз осы жерге, бетіне. Салмасын салып, осылай жайғастырып алдық. Енді бетін жайып, пирогтың бетін жабамыз.
Бұлай өреміз. Өріп, бетін жауып дайындап болдық. Енді кішкене ішінен ауасы шықтыру үшін ортасын тесеміз. Сосын бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градус қызып тұрған пешке саламыз. Пирогымыз пісті. Етті пирогымыз. Үйде не деген керемет иіс шығып тұр. Қазір ішін ашып, кесіп көрсетем. Не деген сочный суық тұр. Міне біздің бәлішіміз дайын. Ет қосылған, көкөніс қосылған. Қамыры жұп-жұмсақ. Іші тоқтай піскен. Дәмі өте дәмді.